Сәлем балалар, бүгін біз тақырыпта қышқылдар тақырыбын талқылайтын боламыз. Жалпы бізде қышқыл дегеніміз не? Қышқылдың бізге өмірге қандай пайдасы бар? Жалпы қышқылдардың қасиеттерін, жіктелуін және химиялық реакциялық теңдеулерін бүгін біз үйренетін боламыз. Жалпы бізде қышқылдар дегеніміз құрамында металға алмаса алатын сутектің бір немесе бірнеше атомы бар және суда ерігенде сутек иондарын түзетін химиялық қосылыстарды айтамыз. Жалпы бізде химияны қышқылдарсыз, негіздерсіз, оксидтерсіз, тұздарсыз елестете алмаймыз. Яғни біз қышқылдарды химия әлемінің супер қаһармандары деп айтсақ та болады. Не үшін? Себебі оларсыз бізде көптеген үдерістер жүзеге аспайды. Мысал үшін алайық, тұз қышқылы H-хлор, яғни ол бізде ыдыратушы супер қаһарман деп алсақ болады. Яғни ол бізде металдарды ертіп алып, ерте ыдырата алады. Одан кейін бізде күрт қышқылы H2S4, яғни бізде күнделікті ұстап жүрген телефондарымыздың атындағы батарея қуаты. Яғни олсыз біздің батарея, яғни аккумулятор болмайды. Одан кейін бізде лимон қышқылы. Лимон қышқылы ол бізде тазалаушы қаһарман, яғни лимондарда кездеседі дәмді қышқыл және көптеген тұрмыстық химияларда осы лимон қышқылы бізде қолданылып отырады екен. Жалпы бізде химияда қышқылдардың жіктелуі туралы біз білеміз бе? Жалпы бізде қышқылдар бірнеше типке бөлінеді. Соның негізгісілерін айтып кетейік. Оттек құрамына байланысты, мысал үшін оттекті және оттексіз қышқылдар бар. Оттекті қышқылдар дегеніміз не? Мысал үшін біз жаңа айтып кеткен күкірт қышқылы H2S4. Одан кейін біздің ауылда қолданатын фосфор қышқылы бар H4. Одан кейін бізде оттексіз жаңағы H-хлор, H-бром, H-фтор деген сияқты. Одан кейін бізде қышқылдар негізге байланысты бөлінеді. Яғни бір негізді, екі негізді, көп негізді деген сияқты. Бір негізді дегеніміз, яғни ол бізде главный сутек санына байланысты болады, яғни H-хлор, H-фтор деген сияқты. Көп негізді дегеніміз не? Көп негізді дегеніміз H2S4, H4 деген сияқты сутек санына байланысты бізде өзгеріп отырады екен. Одан кейін суда еритіндігіне байланысты еритін және ерімейтін болып бөлінеді. Бізде еритін H2O, H-хлор, яғни біз күнделікті өмірде қолданылатын H-хлор, мысалы үшін хлорды біз суға ертсек, ол ерейді деген сияқты мысалда жаттап алсақ болады екен. Одан кейін ерімейтін, мысалы үшін H2 слицин О, яғни бізде құм, құм біз суға ертсек, ол ерімейді ғой, сол құм күйінде қалады. Одан кейін бізде үшқыш, яғни бізде H2S, H2O деген сияқты жаңағы газдары өте үшқыш қышқылдарымыз бар екен. Одан кейін үшқыш емес, яғни біз мысалы күкірт қышқылы аккумулятор бізде ауада ұшып жүрмейді ғой, яғни ол бізде тұрақты шамада болады. Келесі ол бізде қышқылдардың қасиеттеріне келейік. Яғни ол бізде қышқыл жап-жаңа айттық, қышқылды біз ешқашан дәмін көре алмаймыз, яғни ол өте улы болады. Индикаторлар реакциясына келетін болсақ, яғни ол жерде лакмус қағазы қышқылдармен жанасқанда қызыл түс береді. Яғни бұл белгі, бұл жерде лакмусқа салған кезде қышқыл бар екендігінің белгісін осы арқылы біле алады екенбіз. Жалпы біз қышқылды қайда қолдана аламыз? Жалпы біз қышқылды күн сайын табиғатта болсын, өмірде болсын қолданамыз. Соған мысал үшін тамақ өнері бір кәсібін көрсек болады. Біз сірке қышқылын алайық, уксус. Одан кейін лимон қышқылы бар, дәмдеуіштер, консерванттар, бүкіл осы лимон қышқылы қосылады ішіне. Мысал үшін тұрмыста біз лимон қышқылы арқылы шайларды ертеміз, ыдыс жуғыз, мысал үшін ферилеріміз бар деген сияқты. Өндірісте мысал үшін мана айтқанымыздай күкірт қышқыл тыңайтқыштар жасауда, одан кейін өнеркәсіпте бізде аккумулятор жасауда қолданады екен. Одан кейін бізде тамақ өнеркәсібін айттық, лимон қышқылын жап табиғаттың тәтті серігі деп айтсақ болады. Себебі лимондағы лимон қышқыл дәмді және пайдалы болады. Ол біздің ас қорыту жүйемізді жақсартып отырады екен. Одан кейін бізде химиялық фокустар деген нәрсе бар. Яғни осы бір бөлімді өте жақсы түсініп алсақ, қышқылдар деген тема біз үшін қиын болмайды вообще. Күкірт қышқыл дегеніміз күшті химиялық зат, бірақ оның қасиеттері мұны шектеу емес. Мысал үшін тек қана біз батареяда қолданады деп айта алмаймыз оны. Оның электронды құрылғылардың жүрегі болып табылады. Яғни біз бүкіл электр энергиясымен, мысал үшін электрлік, мысал үшін қазіргі заманда технологиялардың бүкіл осы H2S күкірт қышқылы арқылы бізде қолданылып отыр екен. Қышқылға мысал келтір деген кезде ең бірінші бізге күкірт қышқылы есімізге түсуі керек. Одан кейін бізде электр энергия кезде қолданады деп айттық. Одан кейін қышқыл жаңбыр, табиғаттың күрт эмоциясы, бірде күкірт диоксиді бар, SO2, сосын азот оксидтерінің атмосферада реакциясы, яғни бізде
біздің өмірімізге үлкен зиян келтіруі мүмкін, яғни бұл қышқыл жаңбыр деп аталады бізде. Яғни бізде күкірт диоксиді мен азот оксидінің қосылысы ол бізде экосистемаға үлкен зиян келтіреді екен. Яғни біз қышқылдарды плюс және минус жағын жақсылап қарауымыз қажет. Жалпы бізде ең басты білу керек нәрселер, яғни бізде реакция жасалу. Жаңа айтып кеттік қой. Біз ең бірінші қышқылдар кезінде реакция жасалу керекпіз. Яғни реакцияны біз қалай жасаймыз? Ол үшін біз ең бірінші оксидтер деген теманы білу керекпіз. Яғни біз 1-2 оксид жазайық. Сол үшін ол жерде ең бірінші ол бізде SO3. Бізде бұл күкірт 6 оксиді. Күкірт 6 оксиді. Оксидіні қысқа жазайын, сіз түсінесіздер деп ойладым. Келесі ол бізде P2O5. Яғни ол бізде фосфор 5 оксиді. Одан кейін бізде ең жаңа қолданатын, бізде тыңайтқыш ретінде қолданатын ол бізде N2O5. Яғни ол бізде азот 5 оксиді. Яғни бұл жерде біз реакцияны қалай жазамыз? Ең бірінші біз мысалы үшін реакцияны көрейік. SO3 қосылған H2O. Яғни бұл жерде бізде мана айтқан H2SO4 деген қышқылымыз шығады екен. Екінші реакция. Реакцияны өздеріңіз теңестіріп отырыңыздар. P2O5 қосылған H2O. Яғни бұл жерде H3PO4 деген фосфор қышқылы шығады екен. Үшінші реакция. Үшінші реакцияда бізде не бар? Үшінші реакция ол бізде N2O5 қосылған H2O. Яғни бұл жерде HNO3 деген біздің қышқылымыз шығады екен. Яғни бұл жерде реакция теңестіру керек әлде, бірақ та біздің қышқылдарды алу смыслын түсіндік. Яғни оксидке су қосу арқылы біз қышқылды алады екенбіз. Бүгінгі сабақ осымен тәмам. Алда әлі де практикалық жұмыстар бұйырса жүріп отырады. Яғни қышқылдар, бұдан да көп қышқылдары бар. Бүгін тек қана біз тамақ өнеркәсібінде, өмірде қолданатын қышқылдар туралы айтып кеткен болатынбыз. Қош сау болыңыздар.